941 есепті бірге талқылайық. Теңсіздікті шеш дейді. Мұнда теңсіздікті шешу үшін теңсіздік белгісінің бір жағында, яғни оң жағында тек қана айнымалы ғана қалып керек. Демек, кәдімгі теңдеу сияқты x-ті қалдырамын. Теңсіздік белгісі 11 плюс 3 болып өтеді. Минус 3 теңдіктің екінші жағына плюс болып өтеді. Сонда x теңсіздік белгісі 14 болады. Жауабы x кіші болса минус шексіздік, және бұны координаталық түзу бойынша да кескіндеп көрсетсек болады. Мұнда 14 болса боялады, себебі қатаң емес. 14x кіші, яғни кіші сандар, 14-тен кіші сандардың барлығы минус шексіздікке жатады. Сонда жауабы минус шексіздіктен 14-ке дейінгі аралық 14-ті қоса алғанда. Екінші минус 3 өзін жазам. Минус 4 ол плюс 4 болып өтеді. Теңсіздік белгісі y. Минус 3 плюс 4 азайтылып кетеді де 1 болады. Y. Және бұның координаталық сәулесін сызайық. Мұнда 1 кірмейді, домалақ шеңбер болады. 1 y үлкен, яғни 1-ден үлкен сандар теңдіктің оң жағында жатады. Сонда жауабы жай жақша 1-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық. Келесі x теңсіздік белгісі минус 3 минус 5 болып өтеді. Сонда x минус 3 минус 5 бізде минус 8-ді береді. Екі терістен қосылады. Сонда боялмайды. Минус 8 x үлкен. X үлкен болса теңсіздік плюс шексіздікке қарап өтеді. Сонда минус 8-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық. Шексіздік белгісі әрдайым жай жақша болады. Келесі y-терді бір жаққа жинақтаймыз. Минус y теңсіздік белгісі 8. Азайтылып кетеді y. 8 координаталық сәуле. 8 боялады. Y кіші, демек теріс сандар жаққа қарап барамыз. Сонда жауабы минус шексіздіктен 8-ге дейінгі аралық 8-ді қоса алғандағы. Келесі 11 минус 2 x плюс 2 минус 2 өтті. Сосын 11-ден 2-ні алғанда 9 x. X кіші немесе тең 9-дан дейді. Мұнда 9 кіреді, немесе қатаң емес болып тұр. Значит, x кіші 9 үлкен, яғни x-тен 9-дан кіші сандардың барлығы мына жақтарын аласады. Ол бізде не деген сөз? Минус шексіздіктен 9-ға дейінгі 9-ды қоса алғандағы аралық. Келесі 3y минус 5y теңсіздік белгісі 4 қалады. Сонда минус 2y теңсіздік белгісі 4. Минус 1-ге көбейтіп жіберемін, себебі коэффициентменде минус. Сонда 2y теңсіздік белгісі өзгереді, себебі теріс санға көбейткеннен. Сонда y минус 4 бөлу 2 менде минус 2-ні береді. Енді координаталық сәуле боялмайды, себебі қатаң. 2 тұрмайды, мұнда болмайды 2 қоюға. Минус 2-ні. Y кіші. Кіші сандар әрдайым минус шексіздікте болады. Сонда жауабы минус шексіздіктен 2-ге дейінгі аралық.